Қар жауып шаһар көшелеріне әппақ кілем төселгендей. Әсемдігі мен әуресі қатар жүретін қыс мезгілінде қаланы қардан тазалау жұмысы қалай жүргізіледі? Қыстың қытымыр аязында қар тазалау жұмысының маңызы зор. Біз Алмалы аудандық Алматы тазалық басқармасы мамандарының жұмысымен таныстық. Аудан бойынша 145 жол жұмысшысы тіркелген, бірақ қыс мезгілінде қосымша жалдамалы 150 жол жұмысшы қосылады екен. Демек, күн сайын тек бір ауданда қала көшелерін қар мен қоқыстан тазарту үшін 295 маман жұмыс істейді. Біздің жұмысқа нақты кіретін тазалық біріншіден. Осы Арбат, Назарбаевтан Сейфуллинаға дейін 12-ден сағат кешкі 8-ге дейін кезекшілік жұмысшылар атқарады. Түнгі жұмысшыларымыз бар, таңғы сағат 7-ге дейін, кешкі сағат 8-ден. Жұмыс кестесі бойынша мамандар күніне 8 сағат қызметте. Мекемедегі таң шебердің ұйымдастыруымен өтетін нұсқаулықтан басталады. Ең бірінші инструктаж бізде жол ережесінде жүрген кезде жаңағы арбаны бүйтіп артымызға қойып қоямыз. Сыпырып қарын алған кезде бордюрдің. Сол кезде мына ташкеде белгіміз бар, сол белгіге қарап машиналар бүйтіп айланып өту керек. Давление андай көтеріліп қалған жағдайда не істеу керек, соның бәрін айтады. Ішімдік ішпеу керек, сол жағдайларды айтады. Көшелерді қардан тазалаудың екі түрі бар: механикалық және қолмен тазарту. Ереже бойынша кептеліс болмас үшін бірінші кезекте көлік қозғалысы көп жолдар қардан тазаланады. Одан әрі орташа қозғалыс учаскелері, алаңдар, вокзал маңындағы аумақтар қардан тазартылады. Қар уақытында бізде қара-қарлар жатпау керек, уақытында бәрі алынып отырады, техникалар алып кетіп атады, шақыртамыз. Бізде остановка бірінші очередь, бірінші кезекте тұрады. Адамдар сол жерден тайғанақтамау керек, автобусқа жайлы отыру керек. Бірінші очередь сол остановканы аламыз. Бордюрдің түптерінде қар жатпау керек, ол жерде де сол мусорлар болмау керек. Жұмысшылардың тазалық, барлық, осы тазалықтың бәрі сол кісілерге қарайды. Жиналған қар КамАЗға теліп полигонға жөнелтіледі. Бүгін аудан бойынша 6 рейс қар телсе, қалың қар жауған күндері 70-80 КамАЗ қар полигонға жөнелтіледі екен. Осы мақсатта аудан бойынша 70 техника жұмылдырылған. Қалада қар тазалау жұмысы тоқтамайтын процесс. Тиісті мекемелер халық игілігі үшін күні-түні еңбек етеді, айтпақшы. Қала тазалығы үшін жауапты мамандардың тұрғындарға айтар уәжі де бар. Мен халыққа айтқым келеді, жаз болса, түнде адам, жастар көп жүреді бізде. Сол кішкене тазалықты, мәдениеттілікті сақтаса деп ойлаймыз. Өйткені ауыздар шайнап келе жатқан сағыздарын өздеріңіз көріп тұрсыздар, тастап кетеді. Ол жабысқаннан кейін жазда еріп, кішкене қиындық туғызады біздің жұмысшыларға. Одан кейін жаңа шылым шегетіндер урнаға тастамайды, лақтырып кетіп жатады. Сол да қиыншылық тудырады. Сол жағын халыққа айтқым келеді. Жалғыз Арбатта емес, қайда жүрсе де осы Қазақстанның ішінде тазалық сақтаса екен деймін.